Ысқақ пайғамбар қиссасы. Бибісара анамыз 70-ке келгенде құрсақ көтеріп, Ысқақты туды. Ол дүниеге келерде Ыбырайым түс көрді. Түсінде мың жұлдыз жиналып келіп, жаңа туған сәбиінің көкірегіне қонақтайды. Ояна сала Алладан мұның хикметін сұрады. Ұлың Ысқақтың нәсілінен 1000 пайғамбар шығады. 1000 жұлдыз соның нышаны, деп жауап берді. Я Аллам, Ысқақтың маңдайына ұлық дәреже жазыпсың. Оған сансыз шүкір. Ал Смағұл балама қандай мәртебе бересің? Деді. Оның мәртебесі бәрінен жоғары болады. Мұхаммедтің нұры соның ұрпағынан шығады. Егер Мұхаммед болмағанда, мен мына әлемді лаухы, қалам, ғаршы, күрсіні жаратпас едім. Күллі пайғамбар тұрмақ, 18 000 ғалам Мұхаммедтің нұрынан жаралды, деді. Осыны естігенде Ыбырайымның жүрегі шаттыққа толды. Ысқақ ер жеткен соң Рабиға атты қызға үйленді. Одан Ияз, Жақып атты егіз ұл туды. Ысқақ үлкен ұлы Иязды ерекше жақсы көретін. Ол өте батыр, сабырлы, аңшылықты кәсіп ететін. Атқан аңның ең дәмді жерін әкесіне тарту ететін. Уақыт өте қарттық құрсап, ауру меңдеп, Ысқақтың көзі көрмей қалды. Бір күні Иязға: «Ей, ұлым, киік етін сағындым. Әкеңе киік етін пісіріп әкелсең, саған пайғамбарлық батамды берем. Өзіңде әулетіңде пайғамбар болады», деді. Әке сөзіне екетпейтін ұлы садағын сайлап аңға кетеді. Бірақ анасы бұл батаны кенже ұлының алғанын қалады. Ол Жақыпты шақырып: «Сен қойдың етін пісіріп әкел», деді. Ет даяр болғанда анасы Жақыпқа Ияздың көйлегін кигізіп, піскен етті табаққа салып әкесіне жіберді. Ысқақ етті жеп отырып: «Мынаның даусы Жақыптікі, иісі Ияздікінде екен», деп ойлайды. Ас жеп болған соң қолын жайып бата берді. Аңнан қайтқан Ияз киік етін пісіріп әкесіне тарту етті. Сонда ғана Ысқақ алданғанын біліп: «Ей, ұлым, менің шапағатым ініңе бұйырған екен, ендеше сенің ұрпағың патша болсын», деп бата беріпті. Кейін Ияздың кіндігінен көптеген патшалар таралыпты. Ысқақ кенжесі Жақыпқа ұрыспайды: «Атаңа не істесең, алдыңа сол келеді емес пе?» Кейіннен өзінің ұлдары да әкесін алдап сүйікті ұлы Жүсіптен айырды. Сол себептен Жақып пайғамбар қасірет тартып, көзі соқыр болып қалған екен.